Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін бізде қаламгер әдеби қонақжайында жергілікті ақын, жас ақын Бисенбекова Элеонора Төлегенқызы. Ақынымыз жайлы қысқаша ақпарат беріп өтейін. 1997 жылы 13 шілдеде Қарқаралы ауданында дүниеге келген. 2017 жылы қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні мамандығы бойынша оқуды тамамдаған. Қазір 14-ші мектеп лицейінде қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәнінен мұғалім қызметін атқаруда. Аудандық, облыстық абай оқулары, жастар фестивальдерінде, поэзия кештерінде түрлі концерттік бағдарламаларға белсене қатысады. Сонымен қатар, Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына шыққан Абай жаққан бір сәуле атты Абай ауданының ақын қаламгерлерінің таңдамалы шығармалар жинағына қонағымыз Элеонора Төлегенқызының ақынмен қоштасу, қимастық, өрлі Қазақстаным, Қасымға арнау атты өлеңдері енгізіліп отыр. Енді Элеонора Төлегенқызы, сіз өзіңіз жайлы, өзіңіздің туған жеріңіз жайлы қысқаша ақпарат беріп өтсеңіз. Рахмет, сұхбаттарыңызға рахмет. Ең бірінші, өзімнің туған жерімді айта кетсем, Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Қоянды ауылында дүниеге келгем. Негізі туған жерім Қоянды ауылы, Қоянды жәрмеңкесі болған, тарихта аты бар жер. Бірақ өзімнің үлгі тұтар нағашы апам Гүлмира Рахметоллақызының қолында, Мәди ауылында, яғни Айрық деп аталады. Сол Қарқаралы өңірінің ар жағында орналасқан. Сол ауылда туып өстім. Мәди Бәпиев атындағы ауыл. Неше жасыңыздан бастап өлең жаза бастадыңыз? Өлең жазу негізі нағашы атамнан бұйырды. Бала шақтан бастап тілге құрмет артып, жаңағындай үлкен адамдардың сөйлегеніне қарап, әдеби сөйлеу ұнады. Туысқандарымызда нағашы жұртта көбі тілге бай. Сол атама қарап, жас шағымнан деп айтсам да болады, жаңағы 7 жасымнан 1-ші сыныпта алғаш ашық сабақта өлең жазған едім. Жаңа сіз айтып өттіңіз, ауылдық жерде өстім деп. Енді қазір жастар көп ауылға барғысы келмей жатады ғой. Сізге қай жағы ыстық, ауыл мен қаланың айырмашылығы жайлы айтып өтсеңіз? Өте әдемі сұрақ дегім келеді. Өйткені рас қазіргі жастар ауылдық жер мен қалалық жердің түп қазығын түсінбейді деп айтуға болады. Себебі нағыз білім нәрінде ауылда, барлық тума туысты ауылда деп айтсақ болады. Әр қазақ баласы ауылдан шыққан деп айтады ғой. Адамнан ауыл көшкеннен ауылдан адам көшпейді деген сөз бар, иә. Сол сияқты екеуінің айырмашылығын айтатын болсақ, қалада көбіне үй жұмыс тек қана жүреміз, көп нәрсеге көңіл бөлмейміз. Ал ауылда кәдімгідей барлығына уақыт бөліп, жолдаспен, ауыл құраласпен сөйлесеміз. Кітапханаға бар, интернет жоқ ауылдарда бар. Мысалы, мен ондай ауылдарға жағдай жасалмаған деп айтпаймын, керісінше кітапханаға барып оқитынбыз, кітапханадан көп білім нәрін алатынбыз, интернетсіз ақ өмір сүруге болады деген келеді. Мысалы, сол жағынан ауылдың пайдасы берер ырысы көп деп айтқым келді. Және сүт, қаймақ, барлық табиғи өнімдерді жеп, таза денсаулығың мықты перзент болып өсесіз. Сол жағынан. Өзімді ауылда өскен қызбын, өзімді ауылды өте жақсы көремін. Енді шығармашылығыңыз жайлы, ең соңғы жазған өлеңіңіз, солар жайлы айтып өтсеңіз, шығармашылығыңыз. Шығармашылыққа келетін болсам, осы биыл өз шығармашылығымды кәдімгідей қолға алдым деген, қолға аламын деген нық сенім қойдым. Себебі жазу менікі екен, әдебиетке жақын болғандықтан шығар, поэзияны жақсы көргендіктен болар бәлкім деп ойлаймын. Өлең жазған ең менің өзіме қалай айтсам болады, шабытты, сол басқа ақындардың өлеңдерін оқи отыра алам. Ең соңғы жазған өлеңім, енді қазір біз жаспыз әлі, махаббат туралы жазғанды өте жақсы көрем. Сол махаббат туралы өлеңім болды. Енді жаңа айтып отырсыз, әдебиетті жақсы көрем деп, сол жазушылар, ақындардың ішінде өзіңіз үлгі тұтып, шығармаларын көп оқитындарды атап өтсеңіз?
барлық қазақ тілінің ақын жазушыларын бірдей оқимын деп айта аламын. Бірақ әрине әр адамның өзінің үлгі тұтар адам болады. Бәрімізге әйгілі поэзияның егізі деп айтсақ та болады. Мұқағали Мақатаев атамыздың өлеңдерін оқығанды жақсы көремін. Сол кісінің өлеңдерінен нәр аламын. Және де поэзия падишасы деп айтсақ та қателеспейміз. Өзіміздің Фариза Омарсынова апамыздың өлеңдерін сондай жаныма жақын тұтамын. Енді келесі сұрағым, өзіңіздің бойыңыздағы өзіңіз ең жақсы көретін қасиетіңізді айтып өтсеңіз? Өзіңіз үлгі тұтатын. Өзімнің бойымдағы ойлаймын енді қазіргі жастар басқаша, мүлде осы 20-21 ғасырдың жастары мүлдем бөлек адамдар. Ал мен өзімді қай сала болмасын, өзімді жан-жақтылығым шығар. Өйткені мен бір неде қағидада қатып қалған адам емеспін. Мен заманауи да бола аламын, мен қазақи да бола аламын. Сондай жақтан алған кезде ойлаймын, сол жан-жақтылығым шығар деп. Енді сіздің артыңыздан егерген жолыңызды қуған оқушыларыңыз бар шығар, бар болса атап өтсеңіз? Жолымды қуған дегенде, былай айтсам болады, шәкірт тәрбиелеген мектепте жұмыс істеймін, өздеріңіз білесіздер. Мектепте оқушыларым бар, өзім сынып жетекшімін, сол сынып жетекшілік ететін сыныбымда қаракөз қазақ оқушыларым бар, әрине. Орыс өзге ұлтқа сабақ берем ғой. Өзге ұлт өкілдерінен де жақсы үлгі нәтиже көрсететін оқушыларым бар. Айта кетсем, 7-ші В сынып оқушысы 14-ші мектеп лицейінде Вагизов Артур деген оқушым. Көптеген жарыстарға бірге атсалысамыз, қатысамыз. Шығарма жазу, эссе жазу жағынан өте талапты бала. Және де өзім сыныбына 7-ші Г сынып оқушысы Киікбай Диана деген қыз, қазақ тілін өте жетік меңгерген. Сол қызды, сол оқушыларымды айта кетсем болады. Және де өзімнің туған апамның қызы бар, кішкентай, жасы 5-те. Сол өзімнің туған жиен шығар деп айтса болады, жиенім Абайдың өлеңдерін оқып, қаншама болашақта жарыстарға апарам деген. Ең соңғы жазған өлеңіңіз жайлы айтсаңыз, және соны оқып берсеңіз? Рахмет. Осыдан 3 апта бұрын туындаған өлеңім, әрине махаббат жайлы оқып берейін. Менің суық мұз денем, егіз екен күзбенен, жанарынан жас тамып, жылайды кеп бізбенен, жаралы жан қыз деген, еш үмітін үзбеген, қоңыр күзде телміріп, жылылықты іздеген, бәлкім бақытты болар сізбенен, бәлкім қалар күзбенен. Жақсы, сұхбатыңызға көп рахмет. Енді бізге осы кітапхана оқырмандарына айтар тілектеріңіз болса? Ең алдымен осы Абай ауданының балалар кітапханасына көптен көп рахмет. Кішкентай кезімізден осы кітапханаға келіп, рухани баю үстіндеміз. Сіздерге мол табыс тілеймін. Осылай балаларды жандандырып, кітапқа деген қызығушылығын арттырып жүре беріңіздер, дами беріңіздер, талмаңыздар, өркендеңіздер, өсіңіздер деп айтқым келеді. Жақсы, тілегіңізге көп рахмет. Енді сіздің келгеніңізге, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Құрметті оқырмандар, осымен біздің бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Қаламгер әдеби қонақ жайында келесі кездескенше қош сау болыңыздар.